Ширек өмір дағдарысы. Фэмнің туған күні көктемде. Биыл ол оны группаластарымен таза ауада атап өткісі келген. Ал жазғы жоспарында парапланмен ұшу, вупи-пайп пісіруді үйрену және мамандығы бойынша жұмысқа орналасу болатын. Бірақ пандемияның арқасында ол тек пісіруді ғана үйренді. Қалған тізімдері үстелдің үстінде шаң басып тұр. Өз мамандығы бойынша мұғалім болып жұмыс істеп көргісі де келген. Бірақ бәрі онлайн режимге көшкендіктен оған да зауқ соқпай қалды. Күзде де не істерін білмейді. Оқуы онлайн, үйде бірдеңемен айналысу керек. 2018 жылы 24 жасар Юлиана Пискош деген қыз Инстаграмда өзін тура осындай сұрақтардың жиі мазалап жүргенін жазады. Өміріне көңілі толмайды, үнемі өзіне сенімсіз, тіпті өзін-өзі жоғалтып алған сияқты. Ал сәлден кейін оның достары да дәл сондай жағдайға тап болғандарын айтып, оған жауап берген. Бұл туралы Юлиана Гардианға берген сұхбатында айтып берді. Және Гардианның хабарлауынша 18 бен 30 жас аралығындағы жастардың 86% ширек өмір кризисінен өтеді екен. Бұл жастық шақ пен ересек өмірдің арасындағы өтпелі кезең. Ал пандемия сияқты тұрақсыз уақытта бұл кризистің әсері ерекше байқалуы мүмкін. Ол неден болады? Ғалымдар, зерттеушілер және тағы да басқа орталықтар адам өмірін әртүрлі кезеңдерге бөледі. Олар балалық, жастық, ересектік, орта және қарттық шақ. Бұлардың арасында өтпелі кезеңдер бар, және ол уақыт маңызды өзгерістерге толы. Психолог-социолог Игорь Кон 18 бен 23 жас аралығындағы адам биологиялықта әлеуметтік қарым-қатынас үшін де ересек болып есептеледі дейді. Көпшіліктің түсінігінде бұл қалыптасып жетілген, үлкен істермен айналыса алатын жауапты тұлға. Бірақ 20 жас ересек адамның енді қалыптасатын уақыты. Қазір Z ұрпағы, яғни зумерлер 8 бен 23 жас аралығында, яғни Фэм сияқты. Ал пандемия олардың осы ересектік шаққа өтуімен сәйкес келді. Ұрпақтарды зерттеу орталығы бұл кезең басқаларына қарағанда зумерлер үшін маңызды болуы мүмкін дейді. Бұл кезең несімен маңызды? Сіз батылырақ боласыз. Гринвич университетінің аға оқытушысы Оливер Робинсон бұл туралы зерттеу жүргізген. Нәтижесінде кризистен өткен жастардың 75% өмірінің жақсы жаққа өзгергенін айтқан. Себебі олар бұл уақытта өмірдегі ең маңызды шешімдерін қабылдаған екен. Көптен күткен өзгерістер орын алады. Психотерапевт Ольга Милорадова есегендегі кризистің барлығы таңдаумен байланысты дейді. Сіз қалауыңыздағы істі табуыңыз мүмкін. Бәлкім ортаңыз өзгеріп, сізді қолдайтын, жақсы көретін адамдар кездесетін шығар. Робинсонның айтуынша, жастар өзгеріс енгізу керегін сезген кезде оны жасау керек. Өзіңізді тани түсесіз. Онлайн карьераға арналған Муза орталығы бұл кезеңді үздіксіз таным мен стресстің уақыты дейді. Себебі кризис айналадағы әр заттан мағына іздейтін мерзім. Нәтижесінде сіздің құндылықтарыңыз өзгеруі мүмкін. Бала кезгі арман мен қоғам талаптары ұштасып, мүмкін өз жолыңызды тауып қаласыз. Стресспен қалай күресу керек? Ең алдымен жалғызсырамаңыз. Urban Dictionary сөздігінде сәтсіздік көп болғанды ұнатады деген анықтама бар. Яғни қобалжып, сәтсіздік сезіп жүрген тек сіз ғана емес, миллиондаған адам сондай халде. Сынай біліңіз. Қоғамда бізге дейін қалыптасқан дайын нұсқалар, қалыптар немесе стандарттар болуы мүмкін. Психиатр-консультант Джеймс Аркел 20-дағы жастардың өзін жақсы көрмеуінің себебі сол қатыгез стандарттар дейді. Бірақ сіз мүлдем басқа жолды таңдай аласыз. Ол үшін сол қалыптар мен стандарттарды екі жақты талдап, кемістігі болса сынай алуыңыз қажет. Видеоның басында айтқан Юлиана қазір 26-да. Ол кризиске қолымды бір сілтедім дейді. Әрине бұл уақыттағы өзгерістер маңызды. Бірақ ол да өмірдің бір кезеңі. Сондықтан күн сайын уайымға салынып, өзіңді жек көруге болмайды. Фэм алдымен солай істеді. Сосын сабыр сақтаған соң волонтер болып жұмыс істеп көруді ойлады. Ол бір күні парапланмен де ұшып көрер. Бірақ әзірге аулаға шығып велосипед тебуді үйренем деп шешті. Егер сізді де осындай сұрақтар мазалаған болса, төменде бұл кезеңнен қалай өткеніңізді, немесе қалай өтіп жатқаныңызды айтып берсеңіз болады. Видео мен мәтінді дайындаған және дыбыстаған Балмұздақ Плюс.